10-шы апта 20-шы ғасырдың басындағы Қазақстандағы саяси әлеуметтік жағдай және экономикалық жағдайы. Бірінші, отарлық саясаттың күшеюі және оның салдарлары туралы айтып кетсем, 19-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап Ресей империясының Қазақстандағы отарлық саясаты жаңа деңгейге көтерілді, яғни күшейе түсті. Бұл кезеңде патшалық билік қазақ даласын толық бақылауға алды және қоғамның барлық саласына, саяси, экономикалық және мәдени өміріне терең араласты. Отарлық саясаттың күшеюінің көріністерін біз неден көре аламыз? 67-68 жылдардағы реформалардың нәтижесінде Қазақстан бірнеше облысқа бөлініп, орыс шенеуніктері арқылы басқарылды. Қазақ халқы өз еркінен айырылып, сырттан тағайындалған билікке тәуелді болды. Тағы бір көрінісі ол жер мәселесі күрт шиеленісті. Қазақтар өз ата қоныстарынан ығыстырылып, шұрайлы жерлерге орыс шаруалары қоныстандырылды. Бұл жағдай көшпелі мал шаруашылығы дағдарысқа ұшыратты. Қазақ халқы салықтың ауыр түрлерін төлеуге мәжбүр болды. Мысалы, жер салығы, мал салығы және де үй салығы секілді салықтар халықтың тұрмысын төмендетті. Мәдени және рухани отарлауда қатар жүріп отырды. Қазақ мектептерінде орыс тілі міндетті пәнге айналып, ислам діні мен дәстүрлі мәдениетке шектеу қойыла бастады. Бұның салдарлары неге әкелді? Қазақ халқының әлеуметтік жағдайы нашарлап, жаппай кедейлену мен ашаршылыққа ұшырады. Патшалықтың қоныс аудару саясатына қарсы ұлт-азаттық көтерілістер көбейіп, соның ішінде ең ірілері 68-69 жылдардағы Жамансай Талдықұдық көтерілістері, 70 жылғы Маңғыстау көтерілісі және 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс, яғни Жетісу мен Торғайдағы кең өрбіді. Бұл кезең қазақ халқының азаттық үшін күресінің жаңа белесіне айналды. Келесі бізде 20-шы ғасыр басындағы қазақ интеллигенциясы және оның қызметі. 20-шы ғасырдың басы қазақ қоғамы үшін ояну кезеңі болды. Ол кезде қазақ интеллигенциясы деп аталатын ұлттың озық ойлы және де білімді азаматтары қалыптаса бастады. Оның ең алғашқы өкілдері сол Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов және Міржақып Дулатұлы, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Халел Досмұхамедұлы және де Мұстафа Шоқай секілді біздің зиялыларымыз болды. Олардың негізгі қызметі қазақ мектептерін ашып, ұлттық білім жүйесін қалыптастыруға тырысты. Қазақ баспасөзін дамытты. Ең алғаш қазақ газетін, яғни 1913-18 жылдар аралығында халық осы газет арқылы халықты ағарту үшін саяси әлеуметтік тақырыптарды көтеру арқылы халықтың деңгейін көтеріп отырды. Қазақ халқының жер, тіл, дін, автономия сияқты мәселелерін патша үкіметі мен одан кейін кеңес билігіне жеткізіп қорғай білді. Және алаш қозғалысын ұйымдастырып, ұлттық мемлекет құруға ұмтылды. Бұл интеллигенция өкілдері елдің нағыз жанашырлары болды. Олар саяси, ғылыми және де мәдени ағартушылық салаларда зор еңбек сіңірді. Келесі, Қазақстанда саяси ой-пікірдің дамуы және алаш қозғалысының тарихы. 20-шы ғасырда Қазақстанда саяси ой-пікір жаңғырып, ұлттың тағдырын шешетін алаш қозғалысы дүниеге келді. Саяси ой-пікірдің дамуына әсер еткен факторлар ол 1905 жылдағы революция мен 1917 жылдағы ақпан және қазан төңкерістері болды. Қазақ зиялыларының Ресейдің жоғары оқу орындарына білім алуы және тағы бір факторы ұлттық езгіге, әлеуметтік теңсіздікке қарсы қоғамдық саяси пікірдің қалыптасуы. Алаш қозғалысының негізі туралы айтып кететін болсақ, ол 1905 жылғы қазақ зиялылары алғаш рет патша үкіметіне қарқаралы петициясын жолдап, қазақ халқының құқықтарын талап етті. 1917 жылы шілдеде Орынборда бірінші жалпы қазақ съезі өтті. Ол жерде Алаш партиясын құру туралы шешім қабылданған. Осы жылы желтоқсанда екінші жалпы қазақ съезінде Алаш автономиясы жарияланып, уақытша үкімет Алашорда құрылды. Үкіметтің төрағасы Әлихан Бөкейхан болды. Алашорданың мақсаты қандай?
Ол қазақ халқына ұлттық автономия беру, білім мен мәдениетті дамыту, заң мен құқыққа негізделген демократиялық мемлекет құру және де ұлт мүддесін бейбіт жолмен қорғау. Алаш қозғалысының тағдыры не болды? Ол кеңес билігінің орнағаннан кейін алаш көсемдерін қуғын-сүргінге ұшыратты. 1930 және 38 жылдар аралығында олардың көбі халық жауы деп атылды немесе айдауға жіберілді. Дегенмен алаш идеясы тәуелсіз Қазақстанның рухани негіздерінің бірі. Ол қозғалыс ұлттың оянуына, саяси санасының өсуіне және де ұлттық мемлекеттің негізін қалауға жол ашты.